Армысыздар, құрметті көрермен. Баспана бақыт хабарының бұған дейінгі эфирлерде біз 7-20-25 бағдарламасы туралы толық ақпарат беруге тырыстық. Биылғы жылғы қорытынды хабарымызда эфирге баспана ипотекалық ұйымның басқарма төрағасы Қайрат Төреқұлұлы Алтынбеков мырзаны сұхбатқа шақырып отырмыз. Қайрат Төреқұлұлы, қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сауалымыз мынандай. 7-20-25 бағдарламасының іске қосылғанына көп уақыт бола қойған жоқ. Дегенмен биылғы жылдың қорытындысына өзіңіз баға берсеңіз. 7-20-25 бағдарламасы 4 шілдеде елбасының қолдауымен ұлттық банк бекітіп, бұл біздің бағдарламамыз 4 шілдеден бастап жұмыс істей бастады. Бұл бағдарламаның жұмыс істегеніне көп уақыт болған жоқ. Осы 5 айдың ішінде нәтижелеріміз жаман емес деп ойлаймыз. Соның ішіндегі 65 миллиардтан астам өтініштер келіп түсті осы бағдарламаға несие алушылардан. Соның ішіндегі 42 миллиардтан астам несие қазіргі уақытта мақұлданды. Ол дегеніміз 3,5 мыңнан артық қазақстандықтар өзіне несие алуға мүмкіндік алып, өзінің жанұяларымен бірге өзінің баспанасына тұруға мүмкіндік алды деген сөз. Қоныс тойларын тойлап жатыр дейсіз ғой. Бәрекелді, әрине бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді бұған дейін де елімізде бірнеше ипотекалық бағдарлама жұмыс істеген болатын. Осы 7-20-25 бағдарламасының қандай артықшылығы, қандай ерекшеліктері бар? Әрине, үкімет бұл жаңағыдай баспана болу бағдарламалары өте бұрынғы уақыттан бері қарай бізде жалғасып келе жатыр. Соның ішіндегі 7-20-25 бағдарламасы өзі елбасы айтып өткендей де бұндай теңдесі жоқ бағдарлама. Бұл бағдарлама бойынша несие пайызы 7%, бұндай пайыз бізде болмаған. Алғашқы жарнасы 20%, алу мерзімі 25 жылға дейін. Яғни бұл былай қарасақ өте бір жақсы жағдай, халыққа. Мысал ретінде айтатын болсақ, қазақстандық жанұя өзіне үй сатып аламын дейтін болса, пәтер 10 миллиондық пәтер, оның 2 миллион алғашқы жарнасын төлегеннен кейін 8 миллиондық несие алып, ол 25 жылға берілетін болса, ол жердегі ай сайын төлемі 57 мың теңгенің шамасында құрайды. Ол дегеніміз шамамен айтатын болсақ, ол жаңағы жалдап тұру, пәтерді жалдап тұратын болса, одан артық болмаса кем болмайды. Иә. Сол ретінде бұл бағдарлама өте тиімді. Әрине, 57 мың теңге болатын болса, шынымен де пәтер жалдағаннан гөрі осылай өзінің баспанасына ақша ай сайын салып тұрған әлдеқайда тиімді деп ойлаймын. Иә, бұл бағдарлама өте тиімді, жаңағы сандарға қарайтын болсаңыз, бірақ біз айтып өтетін де бір жағдай бар. Бұл жаңағыдай бұл ипотека, несие деген бұл ойыншық емес. Адам деген алатын алдында жақсылап ойлану керек. Өйткені бұл несие сіз 25 жыл төлейтін болғаннан кейін, әрине бұл тиімді, бірақ адам өз есебін, жағдайын барлық жағынан өзін ойланып, толғанып шешілетін нәрсе. Әрине. Енді бағдарлама бойынша әзірге менің білуімше 8 банк жұмыс істеп келе жатыр. Солай ғой, бұл жеткілікті деп ойлайсыз ба? Біздің бағдарламамызда қазір 8 серіктес банкіміз бар. Ол дегеніміз ең Қазақстандағы үлкен жаңа топ 10 деп айтсақ болады. Сол топ 10-ның ішіне кіретін үлкен 8 банк бар. Олар жаңағы халықпен, несиемен барлық жерде өзінің бөлімшелері бар Қазақстан бойынша. Содан кейін біздің бағдарлама бойынша банктермен жұмыс істеуде ешбір қиыншылық біз көріп отқан жоқпыз қазіргі деңгейде. Бағдарламада онлайн түрде несиеге тапсырыс беруге және банктен мақұлдау алуға болатыны жайлы айтылады. Бұл қызмет қашан іске қосылады? Иә, біз өзіміз айтып өткендей де келесі 2019 жылдың басында біз пилоттық ретінде бір жаңа жобамызды ұсынып жатырмыз. Ол жоба предквалификация деген аты бар. Ол бойынша біздің несие алушымыз ешбір банкқа барудың қажеті жоқ. Ол жерде жүгіріп жүріп жаңағыдай қағаз жинау, жаңағыдай бір қиыншылықтар тиіп жатады біздің халқымыз бар. Яғни уақытты үнемдеу мақсатында жасалады ғой. Иә, өте уақытты үнемдеуге өте бір қолайлы нәрсе, өйткені ол кісі біздің несие алушы ешбір банкке немесе басқа жерге құжатқа жүгірмейді, тек қана онлайн ретінде. Қай жерде интернет бар, сол интернет желісі бойынша біздің жаңағыдай сайтымызға кіріп, сол жерден өзінің онлайн ретінде
өтінішін береді. Сол жерден онлайн ретінде бұл жердегі біздің бұл бағдарламамыздың ерекшелігі басқа жобаға қарағанда бұл жерде тек қана біз есеп беріп жаңағыдай консультация бермейміз. Ол жерде жаңағыдай онлайн түрде ол несие мақұлданады. Және де оған ешбір құжаттың керек емес, өйткені біздің қазіргі жүйеміз ол мынау мемлекеттік базалардағы бар ақпаратты біз ала отыра, оны жаңағыдай өзіміз есептеп, керекті құжаттарды жинап, соны банкқа онлайн түрде жауап қайтарамыз. Одан кейін біздің несие алушылардың ешбір қажет құжат біз одан сұрамаймыз. Бәрекелді, ол да өте тиімді. Енді баспанаға қазіргі таңда рейтинг берілді. Ол қандай рейтинг? Өзіңіз сипаттама бере кетсеңіз. Ұлттық банк осы 7-20-25 бағдарламасын бастай отырып, ол жердегі алғашқы мәселе бұл рынокты түрде жұмыс істейтін бұл жүйе болу керек тұғын. Бұл жерде тек қана жаңағыдай өкіметтен ешқай жақтан бір көмексіз өзі жұмыс істей алатын жүйе болғаннан кейін, сол баспана компаниясы өзі жаңағыдай инвесторлармен жұмыс істеу үшін рейтинг алуға керектілік өзін сол жайлы біз жұмыс істей бастадық. Сол жұмысымыздың нәтижесі бойынша Fitch рейтинг агенттігінің біз жақын ортада рейтингін алдық. Ол 3B рейтингі, ол деген сөз біздің Қазақстанның ұлттық рейтингімен бірдей рейтинг алдық. Ол деген өте жоғарғы рейтинг. Бұның нәтижесінде біз өзіміздің инвесторлардан ақшаны арзан түрде алуға мүмкіндігіміз бар, және де сол арзан түрдегі алған ақшамызды біздің несие алушыларымызға және де арзан пайызбен несие беруге мүмкіндігіміз бар деген сөз. Ал енді құрылыс компаниялармен қаншалықты байланыстасыздар, қаншалықты келіссөз жүргізесіздер? Жалпы біздің жаңағыдай жұмысымызда біз құрылыс компаниялармен жұмыс істемейміз. Өйткені бұл салада құрылыс компаниялар өзі несие алушылармен, банктермен бірге, біздің серіктес банктермен бірге жұмыс істеуі қажет. Бірақ біз келесі жылдан бастап мынау жаңағыдай айтып өткендей де мынау 7-20-25 бағдарламасы бойынша үйдің тапшылығына байланысты бұл бағдарламаға біздің несие алушыларымыз қиналып отқаннан кейін, біз осы салада жұмыс істеуге қазір белсенді кірісіп жатырмыз. Ол жайлы біз мынау Homesters деген компания бар. Жаңағыдай интернет жүйесіндегі мынау алғашқы жаңадан салынып жатқан құрылыс компаниялардан пәтерлер ұсынатын сайт ретінде, сол сайтпен бірге қосыла отырып, біз қазір сол жерден барлық ақпаратты жинап, біздің несие алушыларымызға өте тиімді ақпаратты беруге соған жұмыс жасаймыз. Яғни былайша айтқанда халықтың сұранысына сай, иә? Әрине, біздің жасап жатқан барлық қазіргі жұмыс іс-әрекеттеріміз біздің жалпы қазақстандықтарға өте қолайлы, тез және де ыңғайлы ретінде өзіне үй баспаналы болуға деген жұмыс жасап жатқанымыз десек болады. Бағдарлама бойынша тұрғын үй салуға қанша қаражат бөлінді және ол қалай игеріледі? Жалпы мынау жаңа айтып өткендей де баспананың 7-20-25 бағдарлама бойынша баспананың тапшылығына байланысты ұлттық банк осы бағдарламаға өзгерістер енгізіп, сол бойынша біз баспана компаниясы 150 миллиард теңге осы құрылыс саласына ақша бөлуге дайынбыз. Бірақ бұл ақшалар жаңағы жергілікті әкімшіліктерге беріледі. Соның бірінші әкімшілігі осы Шымкент қаласының әкімшілігіне жақын ортада біз 10 миллиард теңге ақша бөлдік. Ол дегеніміз жақын ортада Шымкент қаласында 7-20-25 бағдарлама бойынша арнайы құрылыс басталады. Бәрекелді. Алдағы жылы қанша отандасымыз баспаналы болуы мүмкін? Енді жалпы ол біздің жаңағыдай әртүрлі жаңа факторларға байланысты. Біздің өзіміздің жаңағыдай жобамыз бойынша 12-ден 15 мыңға дейін қазақстандық жанұя өз баспаналы болуына мүмкіндігі бар деген сөз біздің бағдарлама бойынша.
Құрметті Қайрат Төреқұлұлы, студиямызға келіп осындай маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, біз бүгін баспана ипотекалық ұйымның басқарма төрағасы Қайрат Төреқұлұлы Алтынбеков мырзамен болған сұхбатты ұсынып отырмыз. 7-20-25 бағдарламасы бойынша жаңа жылда жаңа пәтер алуыңызға тілектеспіз. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.